Шығыс Қазақстан технология колледжі қазақ киносының атасы сын есім, оқытушы Амангүл Қуанғанқызы. Сабақтың мақсаты білім алушыларға қазақ киносының тарихын меңгерту, сын есім жайлы білімдерін толықтыру. Ұлы фильм жасау үшін 3 нәрсе керек: сценарий және тағы да сценарий. Қазақфильм Алматыдағы киностудия 1934 жылы құрылған. Алматы кинохроника студиясы мен Алматы көркем фильмдер студиясы негізінде ұйымдастырылған. Шәкен Айманов қазақ киносының атасы атанған ұлы тұлға. Видео тамашалайды. Бүгінде отандық киноның өрісі кеңейіп, әлемдік фестивальдерде талай мәрте жүлде алып жүр. Киноның мықты болуы режиссердің де жұмысына байланысты. Ал қазақ киносы дегенде алдымен оның негізін қалаған Шәкен Аймановты айтпай кету мүмкін емес. Қарапайым өмірдегі адамдарды кино әлеміне жетелеп, халық құрметін оятқан Аймановтың актерлік қыры да өзгеше. 1963 жылдың қаңтар айында Қазақстан кинематографтарының одағының бірінші құрылтай съезі өткізіліп, Шәкен Кенжетайұлы бірінші хатшы болып сайланды. Арада 21 жыл өткенде 1984 жылы Қазақфильм киностудиясына ұлттық кинематографияның көрнекті қайраткері Шәкен Аймановтың аты берілді. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы. Дәл осылай басталатын дауыс естілісімен елең ете қалатын көрермендер ширек ғасыр бойы көптеген көркем фильмдердің куәсі болып келеді. Ал атақты тұлғаның өзі түсірген фильмдердің өміршеңдігі өз алдына бір бөлек. 1970 жылдың желтоқсанында Мәскеуде Атаманның ақыры фильмінің премьерасы өтті. Бір өкінішісі, айтулы туындының тұсаукесеріне кинорежиссердің өзі қатыспады. Шәкен Айманов сол салтанатты жиынға келе жатқан жолда көлік апатынан қаза тапты. Атаманның ақыры осылайша Шәкен туындыларының ішінде ақырғысы болды. Ал біздің сүйікті дәрігер мен тақиялы періште қазақ даласында мюзикл бағытында түсірілген тұңғыш фильмдер еді. Жарты ғасыр өтсе де бұл киноларды тамашалаудан жалықпаймыз. Шәкен туындыларының осы күнге дейін өз биігінен түспеуінің қандай сыры бар? Жалпы әр шығарманың негізінде соны ұстап тұратын, соның серіппесін ұстап тұратын тартыс деген болады, конфликт. Шын мәнде қазір қарап отырсақ, Шәкен Аймановтың фильмдерінің сол конфликтінің бір жағында міндетті түрде ұлттық дүниетанымды, ұлттық құндылықтарды, сол бір ұлттық халықтық бір наным, сенім, жалпы халықты, сол біздің ұлтқа, халыққа ең қымбат деген дүниенің бәрін қорғайтын, дәріптейтін бір көз қарастырады. Шәкен Айманов киноларындағы тағы бір ерекшелік, ол актерларды театрдан таппай, қарапайым халық арасынан іздеді. Сонымен қатар өнерде жүрген біраз азаматты экранға шығарды, танымал етті. И плывут, и зовут в дальний путь за собой. Саңлақ кинорежиссердің актерлік шеберлігі өз алдына бір төбе. Өйткені ол режиссерлікке актерлік жолмен келді. Жақсы актердан талантты режиссер шығатынын дәлелдеді. Қандай рөлді сомдаса да, оның ішкі жан дүниесін ашып, сол заман кейіпкерінің бейнесін анық беруге тырысады. Енді былайша айтқанда, бұл жерде де жаңа билік пен қарапайым халықтың арасындағы бір алдарды көрсетіп отыр ғой. Бұл енді қазақша бір мақал бар ғой, қызым саған айтайын, келінім сен тыңда дегеннің, былайша айтқанда мағынасында оқуға болатын фильмдер. Шәкен Айманов көзі тірісінде 11 туындыны жарыққа шығарды. Киноларының өміршең болуына барын салды. Егер Шәкен фильмдері болмағанда, қазақ киносы қазіргі дәрежесіне жете алар ма еді? Тақиялы періште атты көркем фильмнің өзімен ақ қазақ киносының тарихында қалған талант есімі әрдайым ел жадында. Жыл сайын Шәкен Айманов атында халықаралық кинофестивальдің өткізіліп тұратыны да соның айқын бір мысалы.
Шәкен Айманов актер, режиссер, болашақ актер 1914 жылы 15 ақпанда қазіргі Павлодар облысының Баян ауылында туған. Ол кішкентайынан ағасының әндерін тыңдап өскен. Айманов 1938 жылы маусымнан театрға жұмысқа қабылданады. Ол алғашында бір қатар рөлдерді ойнайды. Көп ұзамай классикалық пьесалар бойынша қойылған спектакльдерде басты рөлдерді шебер орындаумен көпшіліктің көзіне түседі. Айманов актерлік өнерімен қатар режиссерлік шығармашылықпен де айналысып, спектакльдерді қоя бастайды. Қазақфильм студиясының көркемдік жағынан басқарып, қазақ кино өнерінің өркендеуіне үлкен үлес қосты. Оның қойған көркем фильмдері «Махаббат туралы аңыз», «Алдар көсеп», «Атамекен», «Найзатас баурайында», «Біздің сүйікті дәрігер», «Тақиялы періште». Бұл фильмдердің қай біреуі болса да қазақ киносының жарық жұлдызына айналып, Шәкен атамызды мәңгілікке қазақ фильмінің атасы атануға өз септігін тигізді. Сын есім заттың сынын, сапасын, түрін, түсін, салмағын, көлемін білдіреді. Қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Қандай? Сары, көк. Қандай? Әдемі, тәтті, үлкен, ыстық. Сөйлемдерден сын есімді табайық. Біздің үйде ақылды бала мен. Қандай бала? Ақылды. Арман суық суға секірді. Қандай суға? Суық суға. Қазақ жері өте кең, бай болғанымен мақтанамын. Қандай? Кең, бай. Бүгінгі тақырыпқа байланысты тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Нүктенің орнына сын есімдерді қой. Мысалы, ақылды бала. Қандай бала? Ақылды бала. Әрбір сөзге осылай сын есімдерді қойып, нүктенің орнына жазып шығамыз. Екінші тапсырма. Көкөністерді сипаттау. Мысалы, асқабақ. Қандай? Жасыл, үлкен, домалақ. Тура осылай қияр және алма сөздеріне сын есімдерді қосып жазып шығамыз. Үшінші тапсырма. Менің досым қандай? Өз досыңды сипатта. Яғни досың туралы сын есімдерді қолдану арқылы жазып шығамыз. Осымен біздің бүгінгі қазақ киносының атасы Шәкен Аймановқа арналған және де сын есім тақырыбына арналған сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.